Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Бүгінгі сіздермен оқыту жағдайына биология сабағында кері байланыстың тиімділігі жайында өзімнің осы биолог оқу құралының ерекшеліктерімен таныстырайын деп отырмын. Қашықтықтан оқыту жағдайының енгізілуіне байланысты биология пәнінен сабақ өткізу материалын интернет құралдарына икемдеу жұмыстарын жүргізу барысының нәтижесі. Биология пәнінен қашықтықтан оқытуға арналған интернет құралдарына икемделген сабақ материалдарын жасауға мақсат қойдым. Сол мақсаттың арқасында мен өзімнің биолог оқу құралын балаларға сабақ түсінікті болу үшін, ата-аналарға балаларын қадағалау тиімді болу үшін осы оқу құралын мен өзім балаларға осы құралды ұсындым. Бұл құралдың бір тиімділігі, бұл жерде сабақтың биология пәнінің тақырыбының мазмұны, тақырыпқа қойылатын мақсаттардың ерекшеліктері, білім министрлігі бекіткен барлық ерекшеліктер ескерілу қажет болғандықтан бірнеше кезеңдерден тұрады. Екінші, оқушының интернет құралдарын игеру деңгейі, қолжетімділігі әртүрлі болғандықтан. Үшіншіден, қашықтықта оқыту барысында әр оқушы жеке себептермен бір уақытта сабаққа қосыла алмау мүмкіндігін ескере отырып. Төртіншіден, қашықтықта оқыту барысында оқушылардың 30 минут ішінде істейтін іс-әрекеттері жүйелі түрде және ретті түрде болу үшін осы биолог оқу құралын ұсындым. Қашықтықтан оқу барысында әр ата-ана өзінің баласын осы оқу құралы арқылы баласының қаншалықты сабақты меңгеруін, тапсырмаларды орындауын бәрін қадағалай алады. Осы биолог оқулығының негізгі ерекшелігі, бұл оқулықта кері байланыс, толық кері байланыс және кіші кері байланыс, екі байланыс айланымын кіргіздім. Толық кері байланыстың басталуы болады. Бұл басталуда мұғалім оқушыға тақырып бойынша ақпарат жиынтықтарын, жаңа тақырыптар, тапсырмалар береді. Бұл толық кері байланыс айланымы 5 кезеңнен тұрады. 5-ші кезеңі аяқталу кезеңі. Өздеріңіз көріп отырғандай слайдта толық кері байланыс айналымы дегеніміз бір сабақ барысы бойынша оқушының тақырыпты толық қамту үдерісі кезіндегі мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы. Толық кері байланыстың айланымының негізгі мақсаты сабақ барысында оқушы тақырыпты меңгергенін анықтау. Ұйымдастыру, тақырыпты игеру, материалдарды түсіндіру үдерісіне байланысты мұғалім мен оқушының арасында қарым-қатынас. Бұл кіші кері байланыс айланымының мақсаты сабақ барысында оқушы нұсқаулықтарды қалай орындағанын анықтау. Өздеріңіз слайдта көріп отырғандай, басталуы болады, аяқталуы болады. Яғни мұғалім оқушыға нұсқаулық береді, оқушы ол нұсқаулықты орындайды. Келесі биолог оқу құралымның негізгі құрылымы 3 бөлімнен тұрады. Бірінші, тақырып бойынша ақпараттар жиынтығы беріледі балаларға. Екінші, рефлексия бөлімі болады. Рефлексия бөлімінің өзі оқушының бүгінгі тақырыпты игеруі. Екінші, оқушының сабақтан алған әсері. Үшінші, оқу тапсырмасы. Биологтың сипаттамасы GIF форматында жасадым. Себебі интернет құралдары арқылы жіберу, ашу, көру, өңдеу жұмыстары қолайлы. Биологтың әр парақшасында міндетті түрде көрсетіледі. Беті көрсетіледі, құралдың аты көрсетіледі, мұғалімнің пән мұғалімі, сыныбы,
деген нұсқаулықтарды беріп қойдым. Келесі бөлімде тақырып бойынша ақпараттар жиынтығы, өткен тақырыпты еске түсіру, жаңа тақырып бойынша ақпараттар беріледі бірінші бөлімде. Жаңа тақырыптар бойынша ақпараттар жиынтығы беріледі. Бұлардың барлығы биологиялық оқу құралымында бірінші бет, екінші бет, үшінші бет деп, бесінші бет деп осылай беттермен белгіленеді. Келесі бетте үшінші биологиялық оқу құралымның 3 бөлімнен тұрады. Екінші бөлімінде рефлексия болады. Балалар сабақтан алған білімін бүгінгі тақырыпты игеруін қорытындылау мақсатында мен балаларға тест түрінде басқа да әдістерді пайдаланып осындай тапсырмалар беремін. Әр балаға бұл қолжетімді. Балалар тапсырманы орындап, жеке мұғалімге өздері жібереді. Екінші рефлексияның нәтижесі бала сабақта алған әсерін таңдайды. Маған сабақ қызықты болса, қызықты болды деп, маған сабақ түсінікті болды деп, осы рефлексияны таңдап, өздері әсерін таңдап жазады. Келесі үшінші бөлімде оқу тапсырмасы. Балаларға биология беттерінен оқу және оқулықтағы биология оқу кітабында 49-ші бетті оқу деп осындай жұмыстар беріледі. Енді мен сіздерге биология оқу құралымның реттілігінің негізгі осы толық кері байланыс пен кіші кері байланысты айланымның негізі тиімділігі қандай? Тиімділігі бұл жерде балаларға мен толық кері байланысты айланымы басталуы болады және аяқталуы болады дедім ғой. Сол басталу кезінде мұғалім оқушының сабақты, тақырыпты, мақсатты, күні жазылу бәрі жіберіледі. Балаға тікелей барып отырады. Әр бала тақырыпты дәптеріне жазады, басталу болады, аяқталу болады. Оқушы нұсқаулықты, мен балаларға нұсқаулық беріп отырам, оқушы соны орындап отырады. Окей, жарайды апай деп солай орындап, балалар маған кері байланыс. Мен мұқият оқимыз, есте сақтаймыз, жарайсыңдар балалар деп, балалар мен оқып болдым апай деп, өздері осылай кері байланыс маған жасап отырады. Және де мына жерде тағы 9-шы класстың кері байланысы, 8-ші сыныптың кері байланыстары қалай жүріп жатқанын үлгісін көрсетіп отырмын сіздерге. Толық кері байланыстың 3-ші кезеңінде тақырыпты игеру үдерісінің нәтижесі, сол нәтижесіне балаларға орындалған тапсырма мұғалімге сурет арқылы түсіріп жібергенін көрсетіліп тұр. Бұл сонда мен балаларға кері байланыс, әдемі жарайсың, мен балалардың әр бала өз тапсырмасын жіберген кезеңде мен әр баланың аты жөнін, әдемі жарайсың, Санжар өте жақсы, кереметсің деп тапсырмаларын орындау кезінде мен өзім тапсырмалардың қателерін тексеріп, мысалы көріп отырғандай сіздер мына жерде мен белгі қойып қойғанмын. Мысалы оқушының тапсырмасын жібереді орындап болғаннан кейін, оқушының сол тапсырмасын тексеру кезінде мен қате орындаған тапсырмасы болатын болса, мен осындай белгімен белгілеп балаға кері жіберемін. Бұл бала қатемен қайтадан жұмыс жасап, маған қайтадан жібереді. Апай жарайды, есімде сақтайтын боламын деп, мен балаларға жарайсың әсем деп, осындай кері байланыстар жасап отырамыз сабақта. Мына жерде 7-ші сынып оқушыларының толық кері байланыс айланының 5-ші аяқталу кезеңінде оқушы жазған жұмыстардың нәтижесімен танысады, өздері қорытынды жасайды, сабақтан алған әсерін өздері маған әр оқушы жеке осындай түрде маған жіберіп отырады. Бұл нұсқаулықтардың бәрін мен алдын алып, әр оқушыға қол жетімді қылып, осы биология оқу құралым арқылы жіберіліп отырады. Мына жерде сіздер көріп отырғанда 7-ші сынып оқушылары, мысалы Арнұр деген оқушым, Арнұр жарайсың, жауаптарың дұрыс деп, мен ол баланың жіберген тапсырмасын тексеріп, жауаптарың дұрыс деп жазамын. Ол бала, апай сізге осы мында бір алғыс, мен осы сабақ арқылы сыртқы ортаны жақсы танып, ой өрісімді кеңейттім деп бала өз ойын айтып, маған кері байланыс жазып
жатқан көріп отырсыздар. Келесі қашықтықтан оқыту жағдайындағы биология сабағында биолог оқу құралымның қолдану тиімділігі бойынша қорытындылау жасап қойдым. Қорытындылауды көріп отырсыздар өздеріңіз. Тақырыптың мазмұны жүйелі түрде жасалуына байланысты оқушы сабақ барысында тақырыпты игеру үдерісін жылдам, оңай, түсінікті, қарапайым болады оқушыға. Және қашықтықтан оқыту барысында әрбір ата-ана баласының оқу үдерісін қадағалай алады. Және биолог құралымның тағы да бір ерекше жасауда интернет байланыстың тұрақсыздығы мен оқушылардың интернет құралдарын игеру деңгейі мен ерекшеліктеріне әртүрлі кедергілер қолжетімділік болу үшін осы құралдың нәтижесінде балалар әртүрлі себептермен сабақ барысында қатыса алмаса, басқа уақытта оқушы осы тапсырмаларды өздері жеке алу, мен әр балаға жеке жіберемін, сол жеке өз танысы маған қайтадан кері өз жеке группа арқылы шығып, менен түсінбегенін сұрап, кері байланыс жасайды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Гүлнара Абдулханымна. Құрметті әріптестер, енді бағанадан бері айтып отырмыз, бұл жерде ақпараттық коммуникативтік технологияларды игеру өте міндетті болды, және оны игерген адамдар сабаққа өте бейімделді. Сондықтан бізде жас мамандардың да бұл жерде үлесі қосылып отыр. Жас мамандар бізде Байгөтов Темірлан деген ағылшын пәнінің мұғалімі осындай нелерді пайдалана отырып, өзінің әріптестеріне көмектесе отыр, және оқушыларға жақсы нәтиже беріп отыр. Сол Байгөтов Темірланға берейік. Жас маман 1-ші жыл жұмыс істеп жүр. Темірлан, сізге сөз. Рахмет. Саламатсыз ма, құрметті әріптестер? Мен есімім Байгөтов Темірлан Қайырлыұлы, Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы орта мектептің ағылшын пән мұғалімімін, жас маман. Өзімнің қашықтықта білім берудің оқушыларға қандай онлайн платформа қолданатынын сіздерге көрсеткім келеді. Яғни мен қолданатын платформаның аты ол Learning Apps дегеніміз. Learning Apps дегеніміз ол интерактивті модульдер арқылы оқудың және оқытуды қолдау үшін Web2 қосымшасы. Қолданыстағы модульдерін тікелей оқыту мазмұнына енгізуге болады. Сонымен қатар оларды интернетте де өзгертуге немесе өзіңізге жасауға болады. Олардың өзіндік мәні бар, атап айтқанда интерактивтілік. Яғни сіздерге кім осы платформаны білмейді, мен сіздерге былай толық көрсетіп жесем, түсіндіріп қысқаша. Яғни қараңыздар, Learning Apps деген сайтқа кірген соң, сіздер бірінші басты авторизациядан өтесіздер. Яғни мұнда 4 вкладкасы бар. Ол все упражнения деген, новые упражнения, мои классы и мои упражнения деген. Ең басты біріншісін все упражнения кірсек, сіздерге алдыңыздан категориялар шығады, яғни пәндер шығады, ағылшын тілі, биология, география және тағы да басқалар. Мен мысалға ағылшын тілін таңдаймын. Ағылшын тілін таңдағанда мұнда сыныптар шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай сыныптар, және де тақырыптар, грамматикалық тақырыптар, немесе былай. Астында ол жаттығулар. Яғни бұл сайтта басқа да мұғалімдер өздерінің жаттығуларын жасайды, және сайтқа салады. Тақырыптарын категория таңдап, мұғалімдер бір-біріне көмектеседі жаттығулармен бөлісіп. Мысалға, мұны астына тұрған a train or a plane деген таңдасақ, оқушы бұл осы жаттығуға кірген кезде ең басты не істеу керек екенін шығады. Яғни мұнда сөздер шығады, соларды өз орнына дұрыстап қой дейді. Самолетқа байланысты ма, немесе пойызға. Оқушы жұмысын окей бастайды. Бастаған кезде сөздер шығады. Сөздерді өз орындарына қойып шығады. Қай сөз қаяққа жататын. Және галочкасын мұжады. Галочкамыз ғаннан кейін оқушыға жауабы шығады, яғни
жақсы жұмыс. Егер қателіктер болып жатса, онда қызылмен белгіленіп тұрады. Оқушы өз қателігін түсінеді. Шаблондар бар, яғни қалай қолдануға болатын. Мен сіздерге оны қазір көрсете алмаймын, толығырақ, өйткені көп уақыт алады, 20-30 минуттай оны жасау үшін. Үшінші вкладка ол мои классы, яғни менің сыныбым. Сіздерге сыныптар, менің сыныбымды пример көрсеттім сіздерді. Әр сыныпқа мен аккаунттар создать еттім оқушыларға. Ат жөндерін салам. Мұнда 4 вкладка бар, яғни аккаунт учеников, сынып папкасы, статистика және активация. Мысалға, мені 9 А сыныбына алсақ, мен осы сабақ сіздерге көрсету үшін құрастырған. 5 оқушының аты жөнін жазам, яғни сайт өзі логин, пароль құрастырып береді осы кісілерге. Сіздер оны распечатать деген аяқтың жасаңыздар, оқушыларға осындай не шығады, осыны суретке түсіп жіберсеңіз болады. Яғни бұда оқушының аты жөні, логині және паролі жатады. Қазіргі таңда өте пайдалы зат ол QR-код. Яғни оқушы өзінің смартфон арқылы QR-кодты сканировать етеді және сайтқа сразу кіреді. Яғни келесі ол активация тұр. Активация деген, яғни сіздер оқушыларыңыз кіргенін байқайсыздар. Қай уақытта кірді? Мысалға, Айбар, Мерей әдемі осы train or plane деген жаттығуға кірді де орындап жатыр. Яғни уақыты жазылып тұр, бәрі көруге болады. Статистика дегенде, статистикада осы оқушылардың қайсысы орындады жаттығуды және қателіктер болған жоқ. Соны көрсетеді. Мысалға, міне әдемі Айбар, Мерей орындады жаттығуды, галочка тұр, жасыл, бәрі дұрыс деген сөз. Аманжол мен Жәнелке кірмеді. Егер ол кісілер кіріп орындай алмаған болса, онда уже жай осындай бос болып тұрады. Сіз көресіз активация арқылы, және оқушылармен сұрақ қоясыздар. Яғни неге ол орындай алмады, может көмек керек болады шығар. Осы. Яғни мынау презентацияда оқушылардың маған жіберген кері байланысы, яғни қазақ классы және орыс сыныбы. Сөйлей беріп, уже оқушыда кішкене шаршайды. Мынандай жаттығулар ойын ретінде бар, құрастыруға болады. Олар кішкене серуендетеді адам, демалғызады. Осы сіздерге айтайын дегенім. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет, Темірлан. Құрметті әріптестер, енді біздің не бой жоспарлаған бойынша қашықтан оқыту жағдайында іс-шаралар, өзекті мәселелер және нәтиже деген конференциямыздың сұрақтарының барлығы қамтылып отыр. Сондықтан құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойыңыздар. Енді жаңа айтылып жатыр ғой, ең бастысы кері байланыс деп отыр. Кері байланысты біз көрсетіп отыр. Сондықтан біздерде бұл тәлімгерлікке қамтылып отыр. Себебі тәлімгерлердің өзі жаңағы осы жас мамандардан тәжірибе алып отыр деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге қатысқандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, сұрақтарыңызға жауап берейік. Әріптестер, барлықтарыңызға
тілейтін денсаулық, жұмыстарыңызда табыс,